Тақырып қауымдағы парақорлық. Қазір мына кісіге қараңыздаршы, өзімен бірге балдағы бар. Ол мұнда сауығып кету үшін келді. Мен бұл кісінің қайдан келгенін білмеймін. Әрі бұл кісі мүмкін көптеген қауымдарда болғанда шығар. Бірақ өзіме қояр бір сұрақ. Шын мәнінде бұл кісі мұнда не үшін келді? Менің сенімімді сынау үшін. Өзгелерден менің артық болғаным үшін емес, менің сенімімді сынау үшін келді бұл кісі мұнда. Осы сынақтан мүдірмей өту үшін мен өте сенімді бола алуым керек. Мәсік маған не істеуді бұйырды? Тура соны істей алуым үшін. Бұл кісіге дұға ету рақымы маған сый ретінде тегін берілген. Сондықтан да мен бұл кісі үшін тегін дұға етуім керек. Әрі қамқорлықтарыңызға алыңыздар деп сұрау үшін. Өйткені бұл кісі бар ақшасын ендіге жұмсап қойғанда шығар. Қазір бұл кісі сауыққанымен біз бұл кісіге қаржылай көмектеспесек, онда бұл кісі күнәһар дүниеге қайта оралып, бұл кісі үшін істегеніңіздің бәрі де зая болады. Бұл кісі тамақтануы керек, үйіне аман-есен жетуі керек. Қаржы болмағандықтан бұл кісі қайыр сұрауға мәжбүр болады. Ал бұл жаңа бір азғыру. Осыған байланысты сауығу кереметін жоғалтып алуы да мүмкін. Сондықтан да бұл кісіге транспорт керек емес пе екен? Сұрап біліңіз. Келесі жолы осында қайта келуіне жағдай жасаңыз. Немқұрайлы болмай қандай мұқтаждығы бар, бұл кісінің сұрап атсалсыңыз. Осы қайырымды істі үзбей жалғастырыңыз. Осындағы бәріміз қолымыздан қандай көмек келеді, сол көмекті беруге тиіспіз. Керісінше, бұл кісі бізге ақша ұсынып жүрмесін. Бұл кісінің бізге ақша бергені, ақшасымен қосып ауруында бергені. Егер де бұл кісінің ақшасы болып, сіз бұл кісіге 100 000 найра төлеуіңіз керек деп айтсаңыз, бұл кісі бірден қолма-қол төлейді. Бірақ бұл ақшалар бұл кісінің шын жүрегінен шықпайды. Бұл кісі сізге өзін сауықтырсын деп қана ақша береді. Бұл жағдай ақшаға ауруын айырбастау болмақ. Сізден тікелей неге ақша алмайтынымды білесіз бе? Бұл принцип, бұл менің ұстанымым. Егер де сіз бергіңіз келіп бара жатса, барыңызда арнайы қауымдық қазына жәшігіне салыңыз. Болмаса қайда салам десеңіз де өз еркіңіз білсін. Мен оған миллион бердім, анау бердім, мынау бердім дегенде мен естігім келмейді. Берсеңіз Құдайға бересіз. Зұлым адамдарға абыройлы, қадірлі де сыйлы болған ұнайды. Ондайларға алғыс айтып жатқанда. Ондайлар атақты болғысы келеді, барлығы да танып білсін деп. Басты дегендердің көзіне түсетіндей мүмкіндікті ондайларға бермеңіз. Онда ондайлар ештеңе де бермейтін болады. Олардың алар сыйы бәрі тек өздеріне ғана көңіл аударып, бәрінің өздерін танып білгендері. Ондайлардың алар сыйы Құдай патшалығынан емес, осы күнәһар дүниеден атағы шығып, бәрі оларды құрметтеп, әрі сыйласа болғаны. Сонымен бәріміз қауымдағы парақорлықты жоя аламыз. Бұның жолы оңайды әрі қарапайым. Қауымдағы бас бағушыларға ақша бергісі келетін ондайлармен байланыспауы керек. Ондайларға назарыңызды да аудармаңыз. Тіпті осы жөнінде бір ауыз еске салуға да мүмкіндік бермеңіз. Сонда олар сізге ештеңе де бермейтін болады. Дегенмен Құдай беруге деген жүрегіңізге қалау салса, онда осы жөнінде Құдай адамның білгенін де қажет етпейсіз. Яғни, Құдай адамнан рахмет деген сөзді естуге сіз мұқтаж емессіз. Өйткені бұл Құдайдан келер жарылқауға кері әсерін тигізуі мүмкін. Құдай мұқтаждығымызды қамтамасыз етуші. Құдай өзі марапаттайды Құдай адамын. Әрі сізді де Құдай өзі марапаттайды. Сізге Құдай адамның марапаты керек емес. Құдайдың өзі беруге деген жүрегіңізге қалау салса. Менімен жеке бірге бір кездескісі келетіндерге кедергінің бірден бір себебі осы. Сіздерге менімен кездесу өте қиын сондықтан. Өйткені ақша бергісі келеме, қандай да бір сыйлық бергісі келеме, менімен не себепті кездескісі келетінін білу үшін әрдайым дұға етемін. Өйткені сіздің ұсынғаныңыздан мен бас тартсам, бұл сізге ұнамай қалмай ма? Аумин.